Адам баласы жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киім артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербесіңсі. Кербесің екі түрлі қылық болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүріс тұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Бірі атын, киімін айран ішемін деп солардың арқасында сыпайы жұғынды жігіт адам бақтан, өзінен ілгердерге ең болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтін болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай кердің емеден безіндер деген сөзге ұқсатам. Тегінде адам баласынан ақыл, парасат, қылым деген нәрсемен ұзбақ. Одан басқа нәрсемен ұздым ғой